53-ші есептің 5-шісін шығарайық. Теңсіздіктерді шешу бұл есепте екі түрлі жолмен шығаруға болады. Бірінші жолын көрсетейін. Бірінші жолы бізде мысалы мынау берілген өрнек 0-ден үлкен деп тұр. 0-ден үлкен болады, егер де бізде мынау сызық бізде бөлу білдіреді ғой. Алымын бөліміне бөлген кезде 0-ден үлкен шығу үшін алымы 0-ден үлкен болу керек, 10 таңба болу керек. Және бөлімі де 10 таңба болу керек. Сөзден 0-ден үлкен болады. Алымы және теріс болуы мүмкін. Теріс болған шыққан жағдайда бөлімі де теріс шығу керек. Сөзде минусты минусқа бөлгенде 10 таңба шығады. 0-ден үлкен болады. Осы бірінші жолын көрсетейін, сосын екінші жолын көрсетіп салыстырамыз. X қосылған 4 үлкен 0-ден. Одан кейін 5 азайтылған X үлкен 0-ден деп. Бұл жерде міндетті түрде бөлімі болғандықтан анықтау облысын жазуымыз керек. Анықтау облысы 5 минус X тең болмау керек 0-ге. Санды 0-ге бөлге болмайды, сондықтан X тең болмайды. Тең болмау керек бізде 5-ке. 5-тен 5 салсақ 0 болады. Демек, X 5-ке тең болмау керек. Бұны есімізде сақтап алдық. Ендеше мына шартымызды орындайық. Мына жерде X үлкен плюс 4 тымында ауыстырсақ минус 4 болады. Мына жерде минус X үлкен плюс 5 тымында аударсақ минус 5 болады. Сонда екеуінде минус X бізге керек емес, бізге X болу керек. Екеуін екі жақты да бөліп тастаймыз минус 1-ге. Минус X-ті минус 1-ге бөлсек X болады. Минус 1-ге бөлген кезде бізде мынау несі таңбасы өзгереді. Минус 5-ті минус 1-ге бөлсек 5 болады. Енді мынаны сызамыз. Бізде минус 4 және 5 деген екі нүкте шықты. 5-ке тең болмау керек. Тең болмау керек. Енді X үлкен минус 4-тен дейді. Минус 4-тен үлкен оң жағы. X кіші 5-тен. Ол сол жағы. Екеуіне де ортақ, мынау ара болып тұр. Бұл бізде сонда минус 4-тен 5-ке дейінгі аралық болып тұр. Келесі, екінші жағдайды қарастырамыз. Екіншісінде екеуде минус таңба шықса, онда X плюс 4 кіші 0-ден болған жағдайда, және 5 минус X кіші 0-ден болған жағдайда. Онда мұнда X кіші болады, мына жаққа апарсақ минус 4, минус X кіші мына жаққа аударсақ минус 5, екі жағында бөліп тастасақ минус 1-ге, онда X ауысады 5 болады. Енді бұны сызатын болсақ, минус 4, 5, минус 4-тен кіші, 5-тен үлкен дейді. Яғни бұл жерде ортақ шешім жоқ, соның үшін бұл шешім қабылданбайды, тек бір ғана жауабы, ол бізде мынау жауап болады. Бұл бірінші жолы. Енді екінші жолмен шығаратын болсақ. X қосылған 4 бөлінген 5 минус X үлкен 0-ден. Біз айттық, анықтау облысы X тең болмау керек 5-ке дедік. Мұнда да сол орындалады. Енді бұл жерде біз бөлімін тең емес деп аламыз, ал алымын тең деп аламыз екінші жолында. Плюс 4 тең 0-ге дейміз да, X тең 4-ті мына жаққа аударсақ минус 4 болады. Сонда бізде екі нүкте шықты, минус 4 және 5 деген. Осы екі нүктені белгілейміз. Минус 4 және 5. Және осындай 3 аралық белгілеп аламыз.
Енді мынаның орнына мына аралықтар бізде минус па плюс па анықтаймыз. Оны анықтау үшін мысалы минус 4-ке дейінгі аралықты кез келген санды алып, оны x-ның орнына қоямыз. Мысалы минус мына жерде минус 5 деген сан бар. Мына жерде минус 5 деген сан бар. Мысалы осыны алып орнына қоямыз. Минус 5 қосу 4 5 минус мына минуспен плюс болып кетеді. Сонда минус 1 бөлінген 10. Бұл минус. Мына жер бізде аралық минус болды. Енді мына екеуінің арасындағы минус 4 пен 5-дің арасында мысалы 1 деген сан бар. Мына жерде 1 деген сан бар. Осы 1 деген санды орнына қоямыз. Сонда x-ның орнына 1-ді қоямыз. 1 қосу 4 5 азайту 1. Астында 4, үстінде 5, 10 таңба шықты. Бұл жер 10 таңба. Енді 5-тен кейін мысалы 6 деген санды аламыз. 6 деген санды алсақ, 6 қосу 4 және 5 азайтылған 6. Мына екеуін қоссақ 10. Мына екеуін азайтсақ минус 1 болады. Яғни минус 10. Минус таңба шықты. Бізге керегі 0-ден үлкен, сондықтан ол минус 4 пен 5-дің арасы. Және минус 4-те 5-те аралыққа кірмейді, бірақ осының арасы ғана. Сонда есептің жауабы бізде минус 4-тен 5-ке дейінгі аралық. Мына екі жауап бірде шықты. Екі жолмен де шығаруға болады. Мына жолмен шығарсаңыздар да дұрыс, мына жолмен шығарсаңыздар да дұрыс болады есептің жауабы. Ендеше 6 есеп шығарайық. 6 есептің берілгені 6 минус x, 6 плюс x. Ол бізде кішіне тең 0-ден. Мен бір жолмен ғана шығара берем. Анықталу облысы 6 қосылған x тең емес 0-ге, x тең емес бізде минус 6-ға. Ендеше мынаны есімізде сақтап аламыз. Минус 6-ға тең емес. Енді алымын теңестіреміз. 6 минус x тең 0-ге дейміз. Минус x тең, мына жаққа аударсақ минус 6 болады. Минус 1-ге көбейтсек x болады, тең минус 1-ге көбейтсек 6 болады. Міне 2 нүкте шықты. 1 нүкте, 2 нүкте. Соны белгілейміз. Біріншісі минус 6, екіншісі 6. Минус 6-ға тең болмайды, сондықтан боямаймыз. Немесе тең дегені бар, 6-ны бояймыз. Міне осындай аралық шықты. Енді мына жерде мысалы минус 7 деген сан бар. Мына минус 6 мен 6-ның арасында 1 деген сан бар. Мына жерде 7 деген сан бар. Осы аралықтарға орнына қоямыз да, таңбаларын ғана анықтаймыз. Ендеше қояйық. Бірінші минус 7-ні қояйық. 6 минус 7 мен плюс 7 болып кетеді. Астына 6 минус 7. Минус 1 төменде 3, 13. 13-ті минус 1-ге бөлсек, минус 13. Сонда таңбасы минус болып тұр. Келесі 1-ді қойып көрейік. 6 минус 1, 6 плюс 1. 5, 7 таңбасы 10 болып тұр. Енді 7-ні қойып көрейік. 6 минус 7, 6 плюс 7. Мына жерде минус 1 болды, мына жерде 13 болды. Таңбасы минус болды. Демек, мына жер минус. Бізге керегі кіші немесе тең, яғни минус жағы керек. Онда ол минус шексіздіктен 6-ға дейін жауабы. Минус шексіздіктен 6-ға дейін. 6 кірмейді. Және 6-тан плюс шексіздікке дейін. 6 кіреді. 6-дан минус 6 кірмейді мына жерде. Және 6-дан плюс шексіздікке дейін. Плюс шексіздікке дейін.